Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, денсаулық және медицина арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сізге бронхит сияқты кең таралған және күрделі мәселе туралы айтуды шештік. Оның не үшін жұмыс істегенін, қандай белгілерді тудырғанын және онымен бару үшін не істеу керектігін көрейік. Бастамас бұрын денсаулық туралы және қызықты бейнелерді жіберіп алмау үшін арнамызға жазылыңыз және қоңырауды басыңыз. Сонымен бронхит дегеніміз не? Бронхит өкпеге ауа тасымалдайтын бронхо түтіктерінің қабынуы. Оның екі түрі болуы мүмкін, жедел және созылмалы болуы мүмкін. Жедел бронхит әдетте вирустар немесе бактериялардан туындайды және бірнеше күннен кейін бірнеше аптаға дейін созылуы мүмкін. Созылмалы бронхит ұзақ мерзімді аурудың жиілігі болып табылады және темекі шегумен немесе ұзақ мерзімді тітіргенгіштері пациенттермен байланысты болуы мүмкін. Бронхиттің белгілері қандай? Жедел бронхиттің негізгі белгілеріне қақырық пен жөтел, ентігу, шаршаудың жоғарылау және ауыр әлсіздік жатады. Созылмалы бронхитте симптомдар азырақ көрінуі мүмкін, бірақ ұзаққа созылады. Енді бронхиттің алдын алудың жолдары туралы сөйлесейік. Ең алдымен темекі түтіндегі никотин мен зиянды заттар созылмалы бронхиттің негізгі себептерінің бірі болып табылады екен. Сондықтан темекі шегетін болсаңыз, қазір оны тастайтын уақыт келді. Сондай-ақ жертөлемен ауыратын науқастармен байланыста болмаңыз. Қолыңызды жиі жуыңыз, иммундық жүйені күшейтіңіз. Сөзсіз тамақтану және физикалық белсенділікті қажет еткен. Егер сізде бронхит дамыған болса, не істеу керек? Дұрыс диагноз қоюға және аурудың пайда болуын тағайындауға мүмкіндік беретін пайда болған жағдай маңызды екен. Әдетте өткір бронхит кезінде көп жыл сұйықтықтарды ішу, жөтелге қарсы препараттарды қабылдау және демалу жеткілікті. Алайда егер симптомдар нашарласа немесе бірнеше күннен кейін ішінде жойылмаса, қолдануға баруды ешқашан кейінге қалдыруға болмайды екен. Асқынулар мен салдарлардың алдын алу үшін дәрігердің барлық ұсыныстарын орындау қажет екен. Дәрі-дәрмекті нұсқауларға сәйкес ұсыныңыз және олардың нұсқауларға сәйкес қабылдаңыз. Сондай-ақ бұл мазмұн медициналық кеңесті алмастыра алмайтынын еске салғымыз келеді екен. Егер сізде ауыр белгілер болса, міндетті түрде кәсіптік ауруға жүгініңіз. Өз денсаулығыңызды күтіңіз. Бұл бейнені көргеніңізге рахмет. Мазмұн ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Сау болыңыз және жақын арада кездескенше.